Үйіңізге таракан көбейіп, қалай құтылам деп бас қатырып жүрсіз бе? Ендеше мен сізге тараканнан құтылудың 4 түрін айта кетейін. Таракандар түрлі жұқпалы ауру таратушылар. Бұл аурулар көбінесе балалар үшін аса қауіпті. Олардан бір жола құтылу үшін аталған жәндіктер туралы көбірек ақпарат біліп, жақынырақ тани түскен дұрыс. Үйлерде тараканның 2 түрі кездеседі: жирен қызыл түсті және қара. Таракандар негізінен түнде шығады, ал күндіз еден мен қабырғалардың саңылауларына, ас үйдегі үстел маңында, еденнің ернеу ағаштарына, плиталарға, жылу және су өтетін құбырлар секілді кез келген саңылау қуыстарға жасырынады. Олар азық-түлік, әртүрлі мата, жібек, жүн, қағаз қалдықтарымен қоректенеді. Таракан азықты былғайды және сонымен бірге ішек құртының жұмыртқалары мен әртүрлі жұқпалы аурулардың қоздырғыштарын, ішжүзек, полиомиелит басқаларын тасуы мүмкін. Таракандар неге көбейіп кетеді? Бірінші, су. Таракандар өте өміршең келеді және оларға ұзақ өмір сүруге мүмкіндік беретін су. Ылғал аз жерде олардың күндері санаулы. Сондықтан осындай жағдайларда әсіресе ас бөлмесі мен жуынатын жердегі ылғалды құрғатып сүрту керек. Су шүмектерінен тамшы тамбайтындай етіп бекітіп, бұзылған жағдайда тезірек жөндеуге тырысу қажет. Салақтық. Таракандардың жан досы. Таракандармен күресудің ең бір басты жолы үй тазалығы. Өміршең келетін таракандардың ұзақ уақыт тамақсыз, ассыз өмір сүруге бейім екенін білеміз. Тазалық сақталған үйден ештеңе таппаған таракандарда сіз сепкен улы тағамды жегеннен басқа азық қалмайды. Сондай-ақ таракандар түрлі түсті көзді алдандыратын улы тағамдарға тез үймелейді. Қабырға мен еден арасындағы тесік саңылауларда жүреді. Таракан секілді зиянды жәндіктер пайда болмас үшін үй ішіндегі тесіктер, әсіресе еден ернеуі, түсқағаз арасындағы ашылған саңылау жерлерді түгелдей жапсырып бекітіп тастау керек. Ал енді таракандардан қалай құтылуға болады? Бірінші, бор қышқылы. Таракандардан құтылудың адам мен үй жануарлары үшін зиянсыз түрі бор қышқылы. Оны кез келген дәріханалардан табу қиындық туғызбайды және өте қаражатты көп қажет етпейді. Бор қышқылын таракандар көп шоғырланады деген аймақтарға қолдану керек. Қышқылды басып өткен таракандар бірден өле қоймайды және оған дейін тағы бірнеше тұқымдастарына жұқтырып үлгереді. Енді екінші тәсіл — бор қышқылынан жасалған улы тағам. Тағамның негізгі құрамы бор қышқылы және қайнатылған жұмыртқа немесе картоп. Бор қышқылы мен жұмыртқа және картопты езіп араластырып, кішкене су қосып, жұмсақ қылып, қасықпен әр жерге тастайсыз. Және бұл әрекетті түнде жасаған дұрыс, өйткені түнде таракандар көп сыртқа шығады. Сол тағамды жеген таракандар уланып, біртіндеп өле бастайды. Қолдан жасалған тұзақтар. Егер үйде жабысқақ, скотч және шыны құты банка болса, таракан жоятын арнайы құралдар сатып алып, ақша шығындаудың қажеті шамалы. Бірінші кезекте жабысқақ таспаны алып, таракандар шығады деген тұстарға, жұмыс жасауға кедергі келтірмейтін аймақтарға жабысатын бетін жоғары қарата отырып, тарқатып шығамыз. Таракандар көбірек жабысу үшін бір-екі жерінен қош иісті бал немесе тосап тамызып қойған жөн. Егер де қолымызда таспа болмаса, яғни скотч, кәдімгі картон қағаздарды пайдаға асыруға болады. Ол үшін картон қағаздың бетіне кебуі ұзақ уақыт алатын желім құю керек. Тағы бір тамаша тұзақ ретінде шыны құтыны пайдалануға болады. Беті ашық шыны құтының ішін майлап, түбіне жәндіктерді шақыратын алдамшы тамақ салған жөн. Мұндай тағам ретінде көбіне жаңа туралған пияз жарайды. Оның өткір иісі таракандарды көп деп шақырады. Енді таракандардан құтылудың қызықты ерекше тәсілдері бар. Герань гүлі. Мұндай гүлден бөлінетін айрықша иіс таракандарға жақпайды. Сондықтан мұндай гүлді алған немесе үйде болған жағдайда бірден таракандар көбейген бөлмеге ауыстыру қажет. Немесе әр бөлмеге жетерлік етіп гүлді көбейту керек. Сондай-ақ мұндай жәндіктер лимон иісіне де жоламайды. Асханада үнемі кесулі лимон болса, тіптен жақсы. Осы айтып өткен әдістерімнің сіздерге пайдасы тиеді деген ойдамын. Ал енді сіздерге
Осы видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.